15 қыркүйектен алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету үшін тұрғындарды жергілікті емханаларға тіркеу бастау алды. Бұған дейін белгілі бір емханада тіркеуде тұрмаған солтүстік қазақстандықтар бір ай ішінде мекен жайларына қарасты емдеу орындарында тіркелулері тиіс. Ал 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап алғашқы медико-санитарлық көмекті тегін алатын болады. Осыған дейін ешқандай емханада тіркелмеген немесе соңғы уақытта мекен жайын ауыстырған тұрғындар 15 қыркүйектен бастап жақын маңдағы емханаға тіркелуі тиіс. Шараның мақсаты тұрғындарға дер кезінде әрі сапалы алғашқы көмек көрсету. Егер емделуші өз мекен жайына қатысы жоқ емхананы таңдаса, медициналық қараудан ақылы түрде өтеді. Эта компания, она рассчитана на тех людей. Бұл шара ешқандай емханада тіркеуде тұрмағандарға қатысты, яғни басқа облыс, аудандардан көшіп келген немесе мекен жайын ауыстырған азаматтар бір ай ішінде жақын маңдағы емханаларға тіркелулері тиіс. Ал мекен жайын ауыстырғандарға еш алаңдаудың қажеті жоқ. Олар бұрынғы емханаға қарала береді. Қазіргі таңда облыс бойынша 18 мекеме алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсетеді. Олардың кез келгені адам санының көптігіне орай тіркелетіндердің санына шектеу қойылады. Мәселен, терапевт 2200, жалпы тәжірибе дәрігері 2000, ал педиатр маман 900 емделушіден артық қабылдамайды. Нөмір 3 қалалық емхана тіркеуінде 60 мыңнан астам адам бар екен. Бұл мекемеде алғашқы көмекке жүгінушінің мекен жайы емханаға қарасты болмаса, емделушіні ақылы қарауға немесе мүлдем қабылдамауға құқылы. Егер аурулардың саны сол белгіленген саннан көп болатын болса, келген кісілердің, біз оларға тіркелуге рұқсат бермеуіміз де мүмкін. Әсіресе мынау ауылдардан келген азаматтар, көрші ауылдардан келіп, осында тіркелеміз дейді, бірақ біз оларды үйінде емдей алмаймыз, оларға жоспар жасай алмаймыз, профилактикалық скринингтік жоспарлар жасай алмаймыз. Себебі олар бір келіп кетті, тіркелді болды. Тұрғындарды емханаларға тіркеу 15 қыркүйектен 15 қазанға дейін жүргізіледі. Осы уақыт аралығында жеке куәлік пен емханаға келіп өтініш жазу қажет. Фариза Жазитова, Анатолий Беланок, ақпарат.